Assalamualaikum достар, қалдарыңыз қалай? Алдыңғы видеоларда Каспи туралы түсірдік. Каспи магазин Nation блокқа қойды. Сол туралы түсірдік. Енді бүгінгі видеода Каспи магазин өзінің пайдасын қай кезде көп алады? Или Каспи магазин өзінің процентін қай кезде көп алады? Сол жайлы білетін боласыздар. Осы видеоны жіберіп алмаңыздар, кеттік. Каспи магазин өзінің пайдасын қай кезде көп алады, процентін көп алады. Ол қазіргі сәттерде Каспи магазин қарап тұрсаңыз, акция береді адамдарға, көбінесе 10% жеңілдік, 5% жеңілдік, 15% жеңілдік. Не үшін береді? Өйткені клиенттер ондай кезде екі есе көп болады әдеттегі уақыттан. Өйткені бір адамдар бар ғой, мысалы 60 мың теңгеге алса 10% қайтарып береді. Бәрімізге жақсы, бәрі сондай кезде алғысы келеді. Сол үшін сонда акциялар көп ұйымдастырады Каспи магазин. Ол маркетинг дейді ғой, өзінің Каспидің маркетингі. Каспиге көп адам қарау үшін өзінің сондай жақсы маркетингтері ғой. И сол кезде сіздің де товарыңыз екі есе жақсы өтеді. Бірақ сіздің әдеттегі, мысалы бізде автотовар 7% болса, ондай 10% акция болған кезде сізден 7% емес, уже 13% алады. Не үшін? Өйткені ол жерде клиентке ана жерде жазылып тұр 10% алған сумаңыздан қайтарып береміз 10%-іңізді деп. Сол себепті сізден 7% емес, ол кезде 13% или 12% алатын болады сатылған сумадан. Көрдіңіз бе? Осыны мән беретін жағдай. Осы бір фишкалары десек болады, көп адам білмейтін. Осыны қарап, бағаларын салыстырып, өз пайдаңыздан ұтылып қалмаңыз. Осылай есептеңіз өзіңізді. Қалай есептейтін туралы біз алдыңғы видеоларда айтып кеткенбіз. Сол видеоларды қарасаңыз болады. Осылай Каспи магазиннің клиент көп болған сайын сізден де пайыздан көп алады. Көрдіңіз бе? Осындай өзінің проценттері бар, көп алатын жер. Сол үшін Каспи магазинге клиент ретінде кіріп қарап отырыңыздар. Или сізге де сообщение келеді, автотовары, мысалы сіз автотовармен айналысып, бытовой техникамен айналыссаңыздар, акция бытовой техникаға деп келсе, 12 ай, 24 айға акция осынша күні, 5-нен 16-сына дейін деп келсе, ол аралықта сізден комиссия көп алады. Соны өте мән беріп қараңыздар. Достар, осы каналға тіркеліп, және де осындай сіздердің бастарыңыздан осындай оқиға өткен жағдай болса, осы видеоның астына комментарияға жаза кетіңіздер. Және де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде осы комментарияға жазып қалдарсаңыз болады. Біз міндетті түрде сіздің сұрағыңызға жауап береміз. Осы каналға тіркеліңіздер және лайк басыңыздар. Келесі видеоны өткізіп алмау үшін подписаться етіп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше достар.